Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Әлемерек каналы және де біздің видеомызға келгендеріңізге қуаныштымын. Бүгінгі видеомыз өте қызықты видео болмақ. Себебі бұл видеода сіздер әртүрлі эмоциялар көресіздер. Барлығын сіздерге түсіріп жүрге тырысатын боламыз. Видео бастамас бұрын лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Бұл видео сіздерге бір ұнайтынына сенімдімін. Соңына дейін көрдіңіздер, ал біз видеоны бастаймыз. Қазір қайда жиналып бара жатыр десеңіздер, біз әлі екеуміз сіздер байқаған шығарсыздар, соңғы кезде өте көп қыдырып жүрміз. Біз басқа қалаға кеткеннен кейін уже Таразға қашан келетінімізді білмейміз. Сол себептен соңына дейін қыдырып барлығымен көрісіп алып жатырмыз. Мен қазір тағы да қыдыруға бара жатырмын. Ажар мен Еркежанмен тағы да кездесетін боламын. Бұл жолы біз шефстарға баратын боламыз. Отырып әңгіме айтып отыратын боламыз. Және де менің бір сыйлығым бар. Сол сыйлықты оларға табыстайтын боламын. Сыйлығымның көлемін көрсетейін. Короче, осындай бір сыйлық. Мен оны флиптен заказ берген болатынмын. Алдыңғы видеоны көрсеңіздер, мен бұны алып кетіп сіздерге тоже түсіндіріп берген болатынмын. Негізі бұл нәрсе не нәрсе десеңіздер, мен қазір примерно сіздерге суреттерін шығаратын боламын экранға. Сол кезде сіздерге барлығы түсінікті болады. Менде бір проблема болып тұр. Мен өзімнің гуаштарымды мен Астанаға салып жүрген болатын. Имеде қазір бұны сурет салатын еш нәрсе жоқ қолымда. Сол себептен білмеймін, енді ана жаққа барам, просто табыстаймын и потом бірге гуаш алып па білмеймін, бір жасаймыз, короче. Сіздермен бірге боламын, әрине де. Сол себептен видеоны көріңіздер. Мына холстың размерін көріп тұрған шығарсыздар, өте үлкен. Және де не үшін бұндай үлкен десеңіздер, негізі мен басында бір холст заказ берген болатым. Оның қазір размерін сіздерге көрсетемін. Вот, мен басында осындай холст заказ бердім. Осындай кішігірім, өте әдемі. Маған именно осы размер керек болды. Сөйтіп мен, короче, біреу заказ бердім. Ол кезде мен бұл холсты көрмедім. Және де размерін көргім келді просто. Маған размер ұнады, и мен сол түні просто екеу тағы да заказ береміз деп ойладым. Сөйтсе, білесіздер ме не болғанын? Бұл нәрсе жоқ. Яғни жоқ дегенде бар да, бірақтан 21 июнь ба күні келеді деп тұрдым. Ал мен уже ол кезде қалада болмаймын. Сол себептен именно осы размерін қайтып заказ бере алмадым. Кішкене үлкен заказ беріп көрдім, сөйтіп өте үлкен келіп қойды. Сонымен, короче, облом болды. Қазір сіздерге екеуінің размерін былай бір-бірінің үстіне қойып көрсететін боламын. Вот, просто қараңыздар, қандай үлкен анау холстың қасында. Мынаның ішінде екі холст бар. Бірге бүгін қолымызды осы жерге жабыстырып, біздің соңғы естелігіміз ретінде подарка қалатын болады. Все, мен шықтым. Қолымда подарка. Осындай бір пакетке салып алдым. Қазір енді кездесуге баратын боламыз. Олар уже келіп қойыпты. Сол себептен мен қазір баратын боламын. Привет. Ал біз келдік. Вот, шефстарға. Қазір енді кіретін боламыз. Рахмет. Все. Қазір енді сөйлесіп, потом подарка беретін болам. Короче, үшеуміз күнгі бірдей. Осындай. Қазір мен подаркам беретін болам енді. Бұл жақта Еркежан әдемі болып тұрсың. И Ажар суретке түсіп жатыр. Ал достар, біз қазір подарка береміз. Бұл сыйлы. Не деп ойлайсың да? Білмеймін. Главное, бір нәрсесі. Давайте. Достар, речь просто. Табыстаймыз. Давай. Ал давайте. Мен өзім бірінші көрейін жатырмын, бұл ашымағанға көріп тұрсыңдар ма достар? Біз қазір фиркаға келдік, и біз мынандай гуаш іздеп келген болатынбыз, потому что мен гуаш алмағам, и ана жақта сурет саламай отырдық. Қазір Еркежан екеуміз осы фирканы әрең тауып келген болатынбыз. Қашан отыр ғой? Все, келдік, қазір енді жасайтын боламыз. Давайте ашыңдар. Напашы, палочки бар. Қандай күшті. Осындай, короче. Вот, қараңыздар, біз жасап жатырмыз. Бірақ енді күшті болып шығады. Мне хотели біреу былай. Жасайық, давайте. Или бүйтсек біреу, екеу, үшеу. Давайте. Яққа жасайық? Біз деген жасадық, қараңыздар, қолымды прям бір-біріміздің қолын ұстап, и мына жаққа күн жасаттымыз. Біз деген қазір ТВД-дамыз. Паркте Еркежан тауып қалдық. Енді мороженое алайық деп жатырмыз. Рахмет.
Мен уже үйге келдім, және де қазір біз уже жиналатын боламыз. Мына жақта бізде тола киімдер, мына жақта, және де тағы да бар, басқа бөлмеде. Қазір барлығын алып келетін болам, сіздерге просто көрсетіп түсіріп алайын. Одан кейін осы чемоданға барлығын киімдердің барлығын сыйдырып салу керек. Вот осындай чемодан бізде өте үлкен негізі. Вот бізде осындай үлкен чемодан. Қазір осы жерге киімдерімізді толтыратын боламыз. Ал қазір біз отырып осы чемоданның барлығын толтыратын боламыз. Мен өз заттарымды осы жерге салатын боламын. Ең алдымен джинсылар саламын. Қазір біз корзинка алып енді өзімізге осы фирканды аралап жатырмыз. Жолға бір күндік, тамақтарымызды аламыз пойызға. Уже мынандай сулар алдық. И әрине де семечки, жейтін снеки. А вот и біздің корзинкамыз толды, кәдімгідей. Бұның барлығы біздің ертеңгі жолымызға. Әлі алу керек заттары бар. Азанға қарай біз овощи, сондай мұндай заттар аламыз. Ал мынау болса біздің пока что алған заттарымыз. Все, короче. Біз мұнда кірпі көріп қалдық. Тупикке кіріп кетті. Ой, күшті ғана. Секунды ғой. Қашып баратыр. Всем привет. Бізде қазір сағат 9 болды. Және де біз қазір жиналып жатырмыз. Сағат қазір пойыз 12-де, сол себептен біз деген қазір жиналып бастап жатырмыз. Қазір шашым жуылдым, боянам. Барлық заттар уже дайын, и все, кете береміз. Короче, мама екеуміз соңғы кететін күні прям тура бір документтерімізді таппай қалдық. Ол документ маған оқуға түсуге қажет. Сол себепті қазір енді өзім бұрынғы мектебіме келдім. Осы жақта болу керек. Осы жақтан іздеу керек енді. Қазір мамамен магазинге келіп, жолға тағы да бір-екі осындай заттар алып жатырмыз. Бізде сағат 10-нан 47 кетті, және де біз уже барлық заттарды дайындап қойдық. Мына жақта бір чемодан, көп сумкалар, мынандай дорожный и мынау чемодан. Осылармен біз уже Астанаға кететін боламыз. Өзіме еще фильм скачать етіп жатырмын. Оның барлығын потом поезда көрсетіп айтатын болам. Ал біз все дайын, біз кететін боламыз. Заттарымыздың барлығын шығардық. Мұнда такси келді. Енді салып жатырмыз. Қазір уже вокзалға баратын боламыз. 0775. Все, біз дейін келдік вокзалға. Қазір енді чемодандарды алып, мына жаққа қоямыз. Мына тұр. Короче, біз деген күтіп тұрмыз, әлі келген жоқ. Біздің еще подругаларымыз келіп жатыр. Мына жақта заттар, еще тағы да заттар бар. Оларды қазір басқалар көтеріп келеді. Мен осылай қарап тұрмын. Қазір өзі түсіп жатыр. Все, біз деген тараздан кетеміз.
Біздің пойыз сағат 12-де келеді. Біз уже жылаватырық. Әлі қоштаспай жылаватырық уже. Көзім ашып жатыр. Топасарқа. Қоштасамыз. Қимай тұрмын. Бізге, Алиялардың достары келіп көмектесіп жатыр. Қазір уже кетіп бара жатырмыз. Ажар мен Еркежан әлі жоқ. Олар келем деген. Уже кетеміз. Біз уже кетеміз қазір. Жақта бәрі шамсауға келіп жатыр мені. Мен қазір шықтым, потому что Ажар мен Еркежан келдім деді. Oh my god. Все, бізде пойыз келді. Және мініп жатырмыз уже. Қазір қыздармен қоштасуға қайтып бара жатырмыз. Әлі жылап жатқан жоқпын. Қазір жылаймын деп ойлаймын. Екеуміз. Қараңыздар, жандарым барлығы тұрып тұрамыз. Күтіп тұрмыз. Қазір уже кетеміз. Жандарым. Жандарым сол. Біз уже жүріп кеттік. И мұнда қоныстанып жатырмыз. Жаймендеп. Короче, біз мына жақта осындай жататын орнымызды дұрыстап жатырмыз. Осылай дұрыстап, заттардың барлығын реттестіріп, уже астына салып тастадық заттарды. Пойызда болған қызықтардың барлығын біздің жаңа видеодан көре аласыздар. Ол видеоны біз примерно осының алдында салатын шығармыз. Және де ол видеода біз 24 сағат бойы осы пойызда болғанымызды көрсетеміз, бір күнімізді қалай өткенін пойызда. Если видеоны әлі көрмесеңіздер, ол арнаға шығып қойғанды шығар уже тездетіп кіріп көріп кетіңіздер. Сол 24 сағат пойызда қалай болғанымызды сол жақтан көресіздер. Ал мұнда болса, біз сіздерге қысқаша ғана көрсетеміз пойыздағы күнімізді, и ары қарай Астанада уже кездесеміз. Біз уже барлығын қоныстандырып алдық мына жаққа. Төсектеріміздің барлығын жасап, үстінде мерекеуміз жататын боламыз. Астында мама мен Ханзада. И қазір енді тамақтарға сіздерге кішкене распаковка или көрсету обзор. Біз помидор огурцы алдық. И осы заттардың барлығын негізі көрсеткен болатын біз алдында кеше алғандарымызды. Қазір енді бірінші обедімізді ішіп аламыз. Сағат қазір бізде 1-14 кетіпті уже. Сол үшін обедімізді ішеміз. Біз әлі дым жемедік. Осы жақтан обед ішіп аламыз қазір. Ой. Соған су толтырып шайып сөйтіп келу керек. Короче, удобный киім киініп алдық сразу же. И қазір қолымызды жууға ана жақтағы туалетке барадық. Бізде қазір сағат уже 5 болды. Және де біз деген ұйықтап тұрдық. Примерно 2-лерде ұйықтаған болатынбыз. И қазір тұрдық. Біздің пойыздың ішінде тоқтап қалды. Короче, қазір біз енді ұйқымыздан тұрып, тағы да бір нәрселер жеп алдық. И менің оказывается телефоным зарядкасы бітіп қалыпты, ұйқымнан тұрсам. Короче, біз қазір енді фильм көрейік деп шештік. И скачать етіп қойған болатынбыз телеграмнан. Паутина вселенной, кажется, новый шыққан фильм, Человек-пауктың, соны көрмеген болатынбыз. И соны енді қазір көреміз. Қызық сияқты, вот, посмотрите, Марвелдің киносы, и то. Қазір мұнда біз енді карта ойнайық деп шештік. Ішіміз піспасын деп кішкене карта алып келген болатынбыз. Осыны енді ойнайтын боламыз қазір. Мен өзімнің ужинімді ішіп жатырмын. Біз уже келіп қалдық. Мұнда заттарымыздың барлығын жинап, уже шығаратын боламыз. И уже түсеміз. Біз мұнда қазір Астана вокзалындамыз. Отырмыз, такси күтіп, ана жақта заттарымыз. Просто барлығын көтеріп, прям қиын болып кетті. Сол үшін осылай ана жақта отырмыз, енді көлеңкеде такси күтіп. Біз деген үйге келдік. Осылай ашамыз. Маған ашқан дейді, ашам. Все, аштым. Қыздар, аштым. Все, кірдік. Қазір енді көтерілу керек, заттарды тасу керек. Ал үйімізге келдік, наконец-то. Қазір ашып кіретін боламыз. Қанша жол жүрдік деп әлдіміз ғой. Все, ашылды.
Сіздерге рум-тур көрсетейміз деп. Ой, мынау тағы да бар екен ғой. О май гад. Мынау біздің үйіміз. Қазір біз уже киімдерімізді разбирать етіп жатырмыз. Мұнда заттардың барлығын реттестіріп, әлі біраз зат реттестіру керек. Вот үйіміз примерно осындай. Сіздерге толық обзорды потом түсіретін боламыз. Қазір біз деген табуреткаларды ашатын боламыз. Мама уже сазалып кеп қойды. Ашамыз. Вот. Су құйып алайық деп жатырмыз. Өзімізге 5 литр. Осы қалаларда негізі үйсіп суды құйып алады. 50 теңгеге. Потомда мини-маркет бар екен үйіміздің тура қасында. Осы жақтан қазір жейтін заттар аламыз енді продукты. Вот такой вот бізде ЖК-да тұрамыз. Вот осындай продуктылар алып жатырмыз пока что. Біз қазір завтрагымызды шектеп жатырмыз. Сағат бізде қазір 11 болыпты уже. И там жұмыртқа жасап, салат жасап, мұнда кофемізді құйып, завтрагымызды ішіп аламыз, дұрыстап. Осындай вот битпен. Қазір енді біз өзіміздің кілемімізді тараздан жуып алып келген болатынбыз, және де қазір ашып осыны төсектеп жатырмыз. Интересно тұр, қалай тазартыпты. Қазір бірге ашып көретін боламыз. Қазір бізде сағат 20-дан 48 кетті. Және де біз деген суши заказ берді. Кешкі асымызға Астананың сушилардың бірінші реттен көретін боламыз. Вот, посмотрите, қандай күшті. Тамақ жасауға ерініп, короче, осылай сушилар бере салдық. Қазір енді жеп алатын боламыз. Ал бізге ас болсын. Біз уже Астанадағы үйімізге қоныстанып алдық. Заттардың барлығын реттестіріп, орындарына қойып, полды жуып, короче, кілемдер төсеп уже барлығын реттестіріп қойдық. И сразу же осының барлығын істеп біткеннен кейін ұйықтап қалған болатын. Біз демалып алдық 1-2 сағаттай. И, конечно, өздеріңіз көріп тұрғандай душқа түсіп алып, өзіміздің ужинімізді ішіп алдық. Әрине шаршап тұрғаннан кейін біз сразу заказ бере салдық, ужинді, суши заказ бере салдық. И енді қазір кешкі Астананы көруге шығатын боламыз. Солай ден үйде бола бермей, далаға да шығайық деп шештік прогулкаға. Сол үшін қазір енді боянатын боламыз. Боянатын заттарды да, конечно, алдық. Вот. Астанада, оказывается, күн деген ыстық болып тұр. Даже Тараздан да ыстық болып тұрған шығар. Күн Астанаға келе салысымен ыстықты байқадық. Таразда достарымды барлығын қимай әрең дегенде қоштасқан болатынмын. И Астанаға келгенде де, келе жатқанда да соны ойлап келдім. Но Астананың өзінде қазір барлығы жақсы. Жайлап уже кішкене үйреніп жатырмыз. Енді жаңа өмір, жаңа үй, жаңа достар. Короче, барлығы жаңа өмірінің этапы басталайын деп жатыр. Барлығымыз үшін, біздегі үйдегілердің. Оны барлығын еще сіздермен бірге өткізетін боламыз. Негізі қатты көп жақын келмеді. Біз көшеге шықтық уже. Қазір енді аралап жүрміз. Үйлеріміздің қасында не бар екендерін қарап, кішкене сөйтіп жатырмыз. Мектептерді көріп. Біз уже келдік. Қазір біз уже жататын боламыз. Мен макияжымды сүртіп, сөйтіп ұйықтайтын болам. Бүгінгі күн бізде өте насыщенный болды. Енді алда көресіздер қалай болатынын, ары қарай не болатынын. Өзімізге де бір қызықты жаңа өмір бастауымыз, өзіміздің жаңа этапқа көшуіміз. Барлығын енді бірге өтетін боламыз. Видеодан барлығын көріп отыратын боласыздар. Бізге қайырлы түн, сіздерге сау болыңыздар. Келесі видеода жолыққанша пока-пока. Осымен біздің влог аяқталды. Сіздерге бүгінгі біздің видеомыз ұнады деген ойдамыз. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңызбен, комментарияларыңызбен бізді қолдап кетіңіздер. Және де арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған біз Әлия Мерей.